Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты ағайын, сіздермен мен Раслан Жакупов. Бүгін Қызылорда облысы Жаңақорған ауданына арнайы келіп отырмыз. Бұл жақтағы келу мақсатымыз жаңақорғандық ағайындар айлықтарын ала алмай сан соғып қалса керек. Сол ақпаратты толыққанды өзіміз білу мақсатында осында келіп отырмыз. Жалпы бұл жақта естіп жатқанымыз Қармақшы ауданы Жосалы кентінде төселген граби тастарға байланысты азаматтар осы Жаңақорғаннан Қармақшыға қарай тас тасығаннан кейін ұтып алған мердігер мекеме, яғни тасып берген азаматтардың жалақысын бермей қойған. Соған байланысты біз мән-жайды білу үшін арнайы Жаңақорғанға келіп отырмыз. Сұрақтарыңыз бен жауаптарыңыз, пікірлеріңіз болса, бізге міндетті түрде комментарий астына жазыңыздар, ойларыңыз болса бөлісіңіздер. Біз сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз мына Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының жүк көлігі жүргізушілеріміз. Біз мына Қызылорда облысының әкімі Нәлібаев Нұрлыбек Машбекұлына жолдап атқанда жолдауымыз. Біз Қызылорда қаласындағы Элитстрой мекемесіне Қармақшы ауданына Қызылорда облысының жол жөндеуге тас тасығанбыз. Сол тасыған тасымыздың ақшасын, май айында тасылған тасымыздың ақшасын әлі алған жоқпыз. Бізге заң орындарына арыз жазыңдар деді. Сол себепті сол салада ары қарай заң аясында іс жүргізеді, заң аясында тірлік болады делген. Біз қазір арыз жазғаныма 3 ай 4 ай болды біздің арыз жазғанымызға осында жүргізушілер. Где-то бір 25-30-ға маздаймыз біз жүргізушілеріміз жүк көлігінің 25-30-дай. Арызымызды жаздық, әлі сол жазылған арызымыздың қарсаңында ешқандай алға қарай талпыныс тірлік болып атқан жоқ. Еш нәрсе болып атқан жоқ алға қарай талпыныс. То анау керек дейді, то мынау керек, тергеушілер бізге документ бер дейді, то накладной бер дейді, то анау бер дейді, то паспорт бер дейді. Ең аяғына келгенде мына біздің жүргізушілеріміздің өзінің суретін сұратып жатыр былайша айтқанда. Ешқандай талпыныс жоқ алға қарай. Біз енді Нәлібаев Нұрлыбек Машбекұлынан сұрайтынымыз, өтінетініміз, біздің осы еңбек ақымызды алып беруін сұраймыз. Одан кейінгі мәселе, біз мына әйтеуір кредитке кірдік, қарызға кірдік, запчастымыз бар, бала шағамыздың наны бар, оқуы бар. Соның барлығына ешқандай мүмкіндігіміз болмай жатыр. Өйткені 2025 жылы май айында тасылған нәрсе бұл. Соның алашақ ақшамызды алған жоқпыз әлі. Осы алашақ ақшамызды алып беруіне облыс әкімі, Қызылорда облысының әкімі Нәлібаев Нұрлыбек Машбекұлының ықпал етуін сұраймыз, өтінеміз. Жігіттер ары қарай айтатындар болса айтыңдар. Біз ешқандай үкіметке қарсы ешқандай ештеңе жасап атқан жоқпыз. Біз еңбек ақымызды алуды талап етіп жатырмыз. Біз еңбегімізді жасадық, орындадық айтқан уәдемізді. Енді бізге ақша беруін талап етеміз. Басқа ештеңенің керегі жоқ бізге. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі мынау ораза қасиетті жұма күніне өзіміздің осы жұма күнге қасиетті күні өзіміздің мынау бүгінгі жиналып жатқан себебіміз осы былтырдан бері бір жыл болды аламай жатқан Қызылорда облысының Қармақшы ауданына, Жаңақорған ауданының осы ауыр жүк көлікшілері, көлік иелері инертті материал, строй материал тасып бергенбіз. Сол еңбек ақымызды аламай отырып, соған Қызылорда облысының әкімі Нәлібаев Нұрлыбек Машбекұлынан көмек сұрап,
бізге қолғабыс қол ұшын беруіңізді сұраймыз. Бір жылдан бері мынау еңбек ақымызды ала алмай отырып, бұның ішінде біздің оның берешектеріміз бар, ақылы жолымыз бар, мынау кредиттеріміз бар. Машиналарымыз бүгінгі таңда жұмысқа да шыға алмай отырып, осы алашағымызды ала алмағандықтан, ол машиналардың запчастысы бар, доңғалағы бар дегендей, соның бәріне осы аламаған еңбек ақымыздың, алашақтарымыздың шамалы уақытында берілмеуіне байланысты қиын жағдайға туылып отыр. Осыған бізге қол ұшын беріп көмек берсеңіздер. Мынау әйтеуір еңбек ақымыз Қармақшы ауданына тасығамыз былтыр 2025-ке. Енді қазір осыма санаулы айлардан кейін 1 жыл болайын деп жатыр. Мынау біз облыс әкімдігіне өтініш жасап жатырық. Мынау қарапайым халық Жаңақорған ауданынан біз Элит Строй деген компанияға тасығамыз. Мынау жүк көлік жүргізушілеріміз тұрған. Біз аз емес, біз 28 адамдай шофер бар, burada КамАЗ шыққан. Қазір біразы мешітте, мынау Рамазан айында осындай сәйкес келіп тұр енді. Әкім мырзадан сұраймыз қол көмегін беруін. Ақшамызды алып береді екен деп ойлап тұрмыз енді. Сол айтарымыз. Армысыздар, ардақты ағайын, сіздермен мен Жасұлан Жакупов, өздеріңіз білесіздер. Қазір өңірдегі аймақтағы болып жатқан әртүрлі жағдайлар бар. Оның үстіне қазір конституцияға байланысты референдумдар болып жатыр. Әрине бұл мемлекеттің әрбір өзінің саясаты бар, бағыты бар. Бірақ дегенмен де біздің қазіргі таңда жеке кәсіпкерлердің мәселесі ушығып тұр. Соған байланысты біз әрбір әлеуметтік желілерге жарияламауды жөн санағанмен, бірақ дегенмен ойлана келе осы мәселені осы елдің талқысына салуға және де біздің аймақ басшысы Нұрлыбек Нәрібаев Машбекұлының назарына ұсынуды жөн көріп отырмыз. Бүгін бізде арнайы осы Жаңақорған өңіріне келіп, осы кісіменен сұхбаттасып отырмыз. Өзіңіз жайлы толыққанды өзіңіз таныстырып өтсеңіз, қандай мекеменің иесі екеніңізді және де қанша азаматтарға жұмыс беріп отырған кәсіпкер екеніңізді айтып өтсеңіз. Менің есімім Әлбетов Батыржан Өтегенұлы болады. Біз кәсіппен айналысамыз, подрядчик жаңағы мердігер мекемелерге Қосымша қосалқы инноваторлық материал жеткізіп берумен айналысамыз. Кәсібіміз сол, Жаңақорған ауданында материалдар тасимыз. Енді сіздерде мәселе былай болып жатыр, бізде мынау мемлекеттік тапсырыс аясында Жосалы кенті Қармақшы ауданындағы, яғни сіздер жол бойына тас төсеп беру бойынша сіздер келіскен боласыздар, біз негізі бүгін жалпы айтайын деп отырған әңгімеміз сол Қармақшыға байланысты болып отыр, мемлекет сатып алу бойынша. Қазіргі уақытта бәкеңе 20-ға жуық азаматтардың жалақыларын бермей, мердігерді қазір енді білмеймін, алаяқтық дейміз бе, бірақ енді тергеу істері жүріп жатқаннан кейін біз айып тағудан аулақпыз, бірақ енді заң органдары шешеді, бірақ дегенмен де жағдайдың барлығы қалай болғандығы туралы осы мәселені тездетіп, жеделдетіп шешу үшін біз осындай қадамға барып отырмыз. Сондықтан сіз ашық айтып, қай уақытта болғандығы туралы өзіңіз нақты айтып өтсеңіз. Былтырғы 2025 жылы маусым айының басында Нұрымбетов Нұржан деген кісі телефонмен, WhatsApp желісімен маған хабарласып, осындай Қармақшыдан жаңағы тендер ұтып алғанын айтты бізге. Сөйтіп, сол жерге жолға төсеуге ГПС материалын жеткізіп беруді ұсынды бізге. Бағасын келісіп, біз жаңағы шопырлармен өзара нелеріміз бар, келісім шарттарымыз бар. Жұмсап отқан шопырларымызбен барлығымыз жабылып, бірінші кезекте 3000 тонна тас бердік, материал ГПС Қармақшы Жосалы ауданына, кентіне. Содан кейін 2 аптаның ішінде ақшаны полды бізге есептесіп берем деген шотымызға аударып, одан ақша жоқ. Біз содан күтіп жүрдік. 2 ай мерзім өткеннен кейін, 1,5-2 ай өткеннен кейін, ол кісі қайтадан бізге хабарласып, сол Жосалы кентіне тағы да 4000 тонна жеткізіп беру керек ГПС, әйтпесе мемлекет бізге ақша төлемей жатыр деген сондай уәж айтты. Соны тасып берсеңіздер, осы 9-шы, қазір ұмытып қалдым, 9 август күні ма, әкімдік, Жосалы кентінің әкімдігі бізге ақша аударып береді. Соны толық алдыңғы тасылғаны бар, кейінгі тасылғаны бар, толыққанды барлығын төлеп береміз деді. Ол кезде екінші хабарласқан кезінде мен айтқам,
біз уже жаңағы заправкілер дейді ғой, жаңағы АЗС-ке қарызымыз бар, жаңағы шопырларға қарызымыз бар, біздің ары қарай тасуға мүмкіндігіміз жоқ, жаңағы ГСМ сатып алатын ақшамыз жоқ деген кезде басқа бір фирмадан бізге 5 миллион ақша аударғызып берді. Сөйтіп осы соляркаге жаңағы ГСМ-ға деп осымен таси беріңіздер деді. Біз тағы да 2800 тоннадай тасып бердік сол кезде. Одан кейін де ақша жоқ. Біз қаншалықты жаңағы ол кісінің офисіне барып іздеп таба алмай, қайта-қайта хабарласып, одан шопырлар менің үйіме келе бастады, жаңағы ақшаларын сұрап талап етіп. Енді дұрыс қой, түсінуге болады, барлығының бала шағасы бар, несі бар, кредиті бар деген сияқты барлығының мойнында. Сөйтіп шопырлармен жиналып, біз офисіне барып, ол кісіні шақырып алып сөйлестік. Ол кезде жаңағы атын ұмытып қалдым, облыс әкімшілігінен департамент басшылары да келді. Бір емес, бірнеше рет сол жерде жиналыс болды. Сіздер бүйтіп жаңағы заңсыз бүйтіп жиналуға болмайды. Одан да құзырлы органдарға жаңағы арыз жазыңыздар деді. Сөйтіп біз арыз жазып бергенбіз. Жазып бергеніміздің өзіне қазір 3 айдай болып отыр. 90 күндей болды. 90 күндей болды. Жалпы сіздердің жұмыстарыңыз толық орындалды ғой? Толық орындалған. Бірде-бірден ақша алмағаныңыздар бар? Бір тиын ақша берілген жоқ. Біздің жабылған актілеріміз, барлығы құжаттарымыз түгел. Акт сверкаларымыз барлығы тергеуге де өткізгенбіз. Сосын жаңағы тергеу деп жатқан алаяқтық жолында тауып алдық оның. Бізде мердігерлікке басқа жаңағы эксклюзив монтаж строй деген мекемемен тендер алады. Сол объектіге біз материал тасимыз. Бірақ біздің немізді, келісім шартымызда бұл кісі банкротство ма жаңағы реабилитацияға берген фирмасына соған договор жасап қойыпты. Сол жерден біз алаяқтықтың несін анықтап, сөйтіп УВД-ға заявление жазған болатынбыз. Қалалық полиция басқармасына арыз беріп қалалық полиция басқармасына. Сол тергеуде жатыр, әлі ешқандай мен қозғалыс нәрсе көріп жатқан жоқпыз. Мына шопырларда бізді қайта-қайта мазалағаннан кейін енді сіздерге жаңағы обращение жасауға енді мәжбүр болып отырмыз. Көмек сұрап отырмыз сіздерден. Енді айтыңызшы, жалпы сол Қармақшы ауданына, енді Жосалы кентіне жалпы қанша тонна осы Жаңақорған менен Қармақшының арасы енді бірталай жері ғой. Сол жерден Қармақшыға сонда Жаңақорғаннан тасып отырсыздар. Жаңақорғанда Божбан ата карьер бар. Сол жерден тасығанбыз. Жаңа мен сізге бірінші түсіндірген кезімде шамалы қателесіп кеттім. 3000 емес 5000 тонна тасығанбыз бірінші. Екіншісінде 2800 тонна тасығанбыз. Барлығын қосқанда 8000 тоннаға жуық 56 миллионға материал тасып бергенбіз. Енді жалпы сол мекеменің сіздерге берешегі қазір? Берешегі қазір жаңағы задаткасы бар, 5 миллион авансы бар, одан бөліп 51 миллион 57 мың қарызы бар бізге. Енді жалпы сіздердің қарыздарыңыз бар ғой енді, өздеріңіздің? Қанша қарыздарыңыз бар? Шопырларға беруіміз керек. Шопырлардың жаңағы 20-ның үстінде шопырларымыз бар, сол материал тасыған. Бұлар да жаңақорғандықтар ма, жергілікті? Жаңақорғандықтар, барлығы жаңақорғандық. Сосын соляркілеріміз бар, сатып алған. Ол жас заправка, Эркомұнай деген сияқты сондай нелерден, мекемелерден алғанбыз. Солярка. Әлі күнге шейін қарыз төлей алмай отырмыз. Қазір отбасыларыңыз қалай күн көріп отыр? Қазір отырмыз, кредитіміз жабу үшін тағы да кредит алып, үстін кредит алып, қазір отырғанымызға біраз уақыт болды. Енді бізде мынау болып жатқан жағдайдан жалпы осы уақытқа дейін сіз құзырлы орган, тек бір ғана құзырлы органға барып жүгіндіңіз ғой, басқа да осынау Атамекен кәсіпкерлер қолдау палатасына ондай дүниелермен шағымданған жоқсыз? Алдында жаңағы осы кісілердің жаңағы несінде офисінде жиналыс болған кезде, сол кезде келген ол кәсіпкерлік палатаның басшылары келді. Эксклюзивтің несінде болды ма? Иә. Строймонтажда, иә? Иә. Сол кісілердің офисында жаңағы облыстық басқарма басшылары болды, облыстық әкімдігінің. Сол кезде ол кісілердің бізге айтқаны бұндай айқаймен шешілмейді. Заң аясында? Заң аясында сіз заявление жазыңыз деп сөйтіп тарқаған болатынбыз. Содан енді біз заявлениеміз жаздық, әлі күтіп отырмыз ғой, ешқандай нәтиже жоқ сияқты менің ойым. Күтіп отырмыз әлі.
Құрметті көрермендер және аймақ басшысы Құлбек Машбекұлы Нәлібаев, өзіңіздің жерлестеріңіз осындай жағдайға тап келіп отыр. Әрине біздің Қызылорда өңіріндегі біздің белсенді аймақ ретінде кентіміз, біздің ауданымыз осы жаңақорғандықтар белгілі ғой. Сондықтан бұл жағдайдың арасында қандай қарама-қайшылықтар болып тұр, осы мәселеге назар аударуыңызды сұраймыз. Қазір енді толыққанды бізден видеоның астында құжаттардың барлығы, актілері арнайы сол берілген, келген жаңағы жүргізушілердің өздерінің жеке малуматтарының барлығын біз эфирден көрсетіп отырмыз. Енді айтып жүріңізші, жалпы сіз осы салада қанша жылдан бері жұмыс жасап келе жатырсыз? Қатынас қызметінде. Тасымалдап сіздер енді жеткізіп беруші, иә? Иә, біз қанша жылдан бері жұмыс жасап келе жатырсыздар? негізі 2016-дан бастап. Жалпы 16 жылдан бері. осы уақытқа дейін осындай сіздердің алданып қалатындай жағдайға бұрын соңды тап болдыңыздар ма? Енді арасында болды, бірақ бұндай шіли, бұндай дөрекі жағдайлар болған жоқ. Майда жүйде болды ғой, енді шамалы қиыншылықтар, кешіктіру деген сияқты, бірақ дәл мынандай жаңағы ақшаны басында неге договорға отырған кезде төлемейтін жағынан сондай пиғылмен жасалған фирманы, біздің фирманы жаңағы реабилитацияға беріп тастаған, төлеуге қауқары жоқ деген сөз ғой. Сондай фирмаға договор жасап тастаған, негізінде басқа мердігер фирманың объектісіне тасығанбыз біз материалды. Осы жерде алаяқтық жолы болып тұр ғой арасында. Сіздер сонда жаңағы келісімшартты білмедіңіздер ғой, иә? Иә, біз ол Элитстройды, МКК Элитстрой дейді, бізді договор жіберді, жаңағы қазір WhatsApp-пен жібере береміз, ол печать басып бір-бірімізге электронный вариант. Сол кезде ол біз тексеріп те неғып та қарамағанбыз, ол алдын ала сотта жаңа ісі қаралып отыр екен жаңағы реабилитация жөнінде. Біз оны кейіннен естіп қалдық, кейіннен біліп қалдық. Сөйтіп алдауға түсіп қалып отырмыз қазір. Жалпы біздегі мынау енді қазір азаматтарда жалпы енді уақытша болса да жұмыс тауып беріп отырсыз ба? Иә, басқа жұмыстарымыз жасап жатырмыз ғой. Бірақ қыстың күні қазір көп жұмысы жоқ. Анда-санда бір жұмыс болады. Основной үйлерінде жатыр. Басым көпшілігі. Басым көпшілігі үйінде жатыр. 5-6 сараңы жұмыс жасап жатыр дейсіз ғой? Иә, анда-санда әйтеуір аптасына бір рейс, 2 рейс жасап келеді. Басқа кезде үйлерінде жатыр. Сіз енді осы 90 күнге дейін, мысалы осы уақытқа дейін сіз айтып тұрсыз ғой 90 күн уақыт болды деп ше, сіз сонда тек қана бір жерге ғана шағымдандыңыз да, құзырлы органға, Қызылорда қалалық полиция басқармасына ғана беріп қалдыңыз да, соларға сеніп қалып, одан кейін әрекет жасаған жоқсыз, тек тоқтап қалдыңыз осылай, іс жүріп жатыр деп біз неғып үміттеніп күтіп отырмыз, нәтиже болып қаламыз. Жалпы аймақ басшысына немесе осы жауапты салаларға ешқандай өтініш ондай білдірген жоқсыздар, иә? Жалпы ол кісілер сіздерге осы уақытқа дейін бір кері байланысқа хабарласып, бәке бір мәселені шешейік дегендей бір не болды ма, өзінің ықтиярлық болды ма? Мүлдем болған жоқ, иә? Сол жаңа кеңсесінен барғаннан кейін соңғы әңгіме сол жермен тәмам болып тұр, иә? Енді сіз айтып отырсыз, біз тоқтадық деп сол мекемеге түрлі сала басшылары келгеннен кейін біз осыны немен әділдікпен шешейік деп ойладыңыз, бірақ енді әділдік өкінішке орай қозғалмай тұр, иә? Қозғалмай тұр. Сіздің жалпы талабыңыз құзырлы органдарды тездетіп әрекет жасап осы мәселені шешу, иә, сотқа жеткізу керек қой, иә? Өндіріп ала алмай отқан ақшамызды біз ертерек өндіріп берсе, мынау халық, қаншама халық 20-ның үстінде шопыр, 20-ның үстінде бала-шаға жаңағы нәпақасыз, я кредитін төлей алмай қиналып отқанына қазір өткен жылдың 8 айынан бері әлі осы мәселені шеше алмай жүрміз біз. Тек қана біздік сол, жаңағы ешкімді жаңағы ала жібін аттаған жоқпыз, барлығының өзінің таза еңбегімен тапқан ақшасы. Сол ақшаларын алып, осы шопырларға үлестіріп берсек, азайыстардан сосын жаңағы 25-теріне бізге не келіп отыр, салықтық не келіп отыр. Салықтарымыз төлеуіміз керек. Ескертпеулер ма? Сол тек қана біз ұсынысымыз үшін нәрсеміз жоқ, тек қана сұрайтынымыз ақшамызды ертерек өндіріп алсақ, сол мәселеміз. Жақсы, онда бұйырса жақсы жаңалықтар күтетін боламыз. Алдарыңызға осы енді Рамазан айында енді жүрегінде иманы бар азаматтар бұған атсалысып осы мәселені шешеді деп ойлаймыз. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермендер. Біздің арнамызға тіркеліңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріңіздер, жауапты азаматтарды, жандарды біздің асымызға белгілеп кетіңіздер, парақшамызға тіркеле отырып осы ақпаратты кеңінен таратуға
өз үлестеріңізді қосыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Жақсы аға, рахмет.